Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының табиғаты көркем Сырымбет ауылында сәулет өнерінің ерекше ескерткіші біртуар ғалым, саяхатшы, этнограф Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғанымның қонысы орналасқан. Бала Шоқан Уәлиханов ер жеткенше дәл осы жердегі әжесінің үйінде тәрбие көрген. Мұндағы шығармашылық орта болашақ ғалымның тұлға ретінде қалыптасуына оң әсерін тигізді. Әжесінің арқасында бұл қоныс қыстақ қана емес, белгілі тұлғаларды тоғыстырған орталыққа айналды. Көрікті қоныстың өртке оранып күл талқана шыққан кездер де болды. Жермен жексен болған кешен қалпына келтірілгенімен кеңес билігінің алғашқы жылдарында бұзылып, бөренелері өзге нысандардың құрылысына жіберілді. 1982 жылы Сырымбет қонысының қалған бөлігі республикалық маңыздағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің тізіміне кіргізіліп, мемлекет қорғауына алынды. 1993 жыл қоныстың қайта түлеген уақыты болды. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы бойынша тарихи резиденция толықтай қалпына келтірілді. Нақтырақ айтқанда, ол қайтадан салынды. Мұражай кешені 8400 экспонаттан тұрады. Жыл сайын әйгілі ғалымның туған жермен танысуға әлемнің түкпір-түкпірінен Түркия, Вьетнам, Америка, Қытай, ТМД және Еуропа мемлекеттерінен мыңдаған туристер келеді.